Құрметті туыстар, құдіреті күшті Алла тағалаға, мейірімді жаратушы Тәңірімізге барлық мақтаулар мен мадақтар болсын. Сүйікті пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Біздің бәріміз өте ерекше, жүрегіміз жарылардай қуаныштымыз, себебі Рамазан айының міне және де бір жұмасында Алланың ең жақсы көретін орны мешітте жүздесіп отырмыз, иншалла. Құрметті туыстар, бұл Рамазан айы барлығымызға белгілі, Алла тағаланың мейірімі нөсер жаңбырша пенделеріне ерекше нәсіп болатын ай. Ұстаздарымыздың айтатын насихаттарында бар еді ғой, бір құлшылық жасаса, бір парыз намаз 70 парыз намазға тең келетіндей Алла сауабын арттырып беретіндігі туралы. Ондай болатын болса, осы Рамазан айында көптеген адамдар өзінің 5 парыздың бірі зекет парызын осы Рамазан айында беруге тырысады. Өйткені осы Рамазан айында берілген зекет ол 70 есе артық сауабымен болатын болса, қандай ғанибет, қандай қол жеткізбейтін үлкен бір бақыт. Ондай болатын болса, құрметті туыстар, бүгін міне Қазақстан бойынша да осы мұсылмандардың арасында көбірек көрініс табатын болғандықтан бүгінгі уағызды зекет тақырыбына арнаған екен. Алла тағалаға барлық мақтаулар болсын. Расында да бұл 5 парыздың бірі. Ең әуелі біз жақсы білуіміз керек деп имамдарымыздың дәрістерінде айтылады. Мынау зекет деген ол біреуге көмектесу ғана емес, ең үлкен. Біріншісі Алланың ризалығын алу болатын болса, және де зекеттің негізгі пайдасы адамды дүниеден биік тұруға қалыптастыру. Адамды осы дүниеден биік болуға үйрету, тәрбиелеу. Біз сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыздың дұғасын жақсы білеміз. Аллахумма ла тажал дүнияна әкбара хаммина деп. Аллахым, дүниені біздің негізгі уайымымыз қыла көрме деп Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз тілейтін. Өйткені ол адамның жақсы өмір сүруіне, адал өмір сүруіне, тақуа болуына, ізгі болуына, Алланың сүйікті құлы болуына кедергісін тигізеді. Дүниені сүю негізі. Ол дүниені сүю деген нәрсе, оның барлығы қарап отыратын болса, адамға көңіліне жақын болатын болса, әртүрлі бір жағдайлар орын алған кезде адам баласы ақиқатты таңдауға, Алланың разылығын таңдауына ол кері әсерін тигізеді. Керісінше ол дүниені таңдайды, нәпсісіне ереді, сөйтіп ақыретін бүлдіреді. Сондықтан Алла тағала Раббымыз адамды ардақтап жаратқаннан кейін биік өмір сүргенін көргісі келеді. Сол үшін де бір жағынан дүниеден биік болсын деген мақсатпен де осы зекетті парыз қылды. Бір жағынан өмір болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін бір-біріне көмектесіп, қиналып жүрген адамдарға жәрдем беріп, қиналған адамдарға көмектесіп, оларды қуанту да ол өте үлкен сауап. Ол адамилық қасиет. Ол болмаса онда өмір қалай болады? Әлбетте Алла тағала қоғамда әртүрлі адамдардың өмір сүріп жатқанын жақсы біледі. Біз бәріміз тарихтан жақсы білеміз. Кейбір жағдайлар болған, мынау жағдай төмен адамдар байларды ұнатпайтын, жақтырмайтын жағдайлардың болғандығын кейбір деректерден біз жақсы білеміз. Ал ислам дінінде олай болуға жол бермейді. Өйткені бай адамдар жағдайы жоқ адамдарға көмектеседі, зекетін береді. Керісінше бір-біріне деген үйлесім, бір-біріне деген қамқорлық, жанашырлық болу арқылы сүйіспеншілік орнайды. Сондықтан қасиетті Құран кәрімде Алла тағала жаратқан Раббымыз сүйікті пайғамбарымызға бұйырған, астағфиру билlah, хуз мин амвалихим, олардың мал дүниелерінен садақатан, жаңағы садақа ал, yani зекет алып, сондай бір садақа алып, басқа бір адамдарға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға соларды таратып беруді, соларға көмектесуді Алла тағала бұйырған. Оның мақсатын және айтады, тутаххируһум ва тузаккихим биха.
Не үшін? Тутахирухум, соны тазалайды. Мынау тутахирухум деген сыртын, бүкіл малын, денсаулығын, соған қатысты бүкіл жағдайлардың барлығын жаңағы садақа тазалайды. Зекет арқылы тазалайды. Ол үлкен пайда түсінген адам үшін. Түсінген адам үшін өте. Және де тузаккихим деген нәпсісін де тазалайды сол арқылы. Неден тазалайды? Сараңдықтан тазалайды. Алла тағалаға бойсынуға үйретеді нәпсіні. Егер де адам баласы зекет беретін, соған ықыласты болған адам болатын болса, ол көптеген құлшылықтарды оңай жасайтын деңгейге жетеді. Мысалға, кейбір адамдар болуы мүмкін, намаз оқығанда оған қиын болмауы мүмкін. Ораза ұстағанда оған қиын болмауы мүмкін. Бірақ мал дүниеге келген кезде оның нәпсісіне ауыр келген болуы мүмкін. Бұл көп адамдардың бойында болатын жағдай болуы мүмкін. Сондықтан Алла тағала астағфиру билла ва ман юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Кімде-кім сараңдықтан өзін сақтаса, сараң болмайтын болса, онда міне сол адамдар жақсылыққа қол жеткізеді, табысқа қол жеткізеді деп Алла тағала Раббымыз біздерге және де үлкен тәрбиесін айтып жатыр. Зекетті беріп үзбеуге не себеп болады? Адамның сараңдығы. Не себеп болады? Дүниені жақсы көруі. Алланың бұйрығын орындауға үлкен кедергісін тигізетін, және де жанды тазалауға, нәпсіні тазалауға ең үлкен негізгі жақсылықтың бірі осы зекет. Жанды тазалау үшін, тәнді тазалау үшін, денсаулықта жақсы болу үшін. Өйткені садақа беру арқылы адамның денсаулығы да жақсы болады. Пайғамбарымыз айтқан хадистерінде келгендей. Жан жақты пайдалы. Бірақ осындай үлкен, ол Алла тағаланың алдына барған кезде де Алланың мейіріміне бөленеді. Сол арқылы Алла тағала оны жәннатқа кіргізіп жіберем десе, қандай керемет бақыт. Осы бақытқа кедергісін тигізу үшін соны жасап қоймасын деп шайтан уасуасы жасап адамды сондай жақсы нәрсені керісінше ұнамсыз қып адам баласына көрсеткізуі мүмкін. Сондықтан азғантай өмірде Алла тағала Раббымыз біздерге бақытын нәсіп етсін. Ол бақыттың бірі не? Алла иман келтірген адамдарға, ізгілік жасаған адамдарға бұл дүниеде де ақыретте де бақытты қылады дейді. Бұл дүниедегі бақыт деген не деген кезде? Бақыттың бірі еш нәрседен қорықпай, кедейліктен қорықпай, сараңдықтан қорықпай, Алла тағаланың жолында зекетіңді беру, пітіріңді беру, басқа садақаны беріп өмір сүру. Сүйікті Алланың елшісі айтқанындай, бір құрманың жартысын берсең де өзіңді тозақ отынан арашала деп пайғамбарымыз үлкен жанашырлық қылып өсиетін айтқан. Сондықтан осы Рамазан айының бір пайдасы біздің Алла тағаланың разылығына бөленуді біз қалап отырмыз. Сол үшін біз ораза ұстап жүрміз. Сол үшін міне сіздер жұма намазына келіп жатсыздар. Қарауық намазын оқып жатырмыз. Бұның барлығының мақсаты не? Алла тағаланың разылығына бөлену үшін. Енді біз Алла тағаланың расында да разылығына бөлену үшін басқа да өте үлкен Алланың бұйырған міндеттері бар. Пайғамбарымыз айтқандай, «Буниял исламу аля хамсин». 5 нәрсенің үстіне ислам діні негізделген, құралған. Соның бірі осы парыздың бірі, үлкен парыздың бірі осы зекет. Жалпы өз садақа беру 3 түрлі болады, бәріміз білетімізде. Парыз садақа, уәжіп садақа, соң нәпіл садақа. Парыз садақа осы зекет. Нәпіл садақа не дегенде? Осы Рамазан айында беретін біздің пітір садақамыз. Ал қалған уақыттарда беретін садақамыз ол біздің нәпіл садақаларымыз. Алла тағала Раббымыз бізді осы Рамазан айында үлкен бір бақыт пен нығметке кенелтсін. Оның бірі ол адам баласы жомарт болу. Алла тағала бір адамдарды қуантып садақа беретін болса, адамдарға көмектесетін болса, осы садақа Алла тағаланың ашуын басатындығы туралы айтылған дінімізде. Көрдіңіз? Алла тағала бір пендеге ренжіді. Бір ісіне Алла тағала Раббымыз оған Алла тағала ашуланды. Ренжіді былай қарағанда.
сол Алла тағала Раббымыздың оған ашуын қайтаратын нәрсе осы адамның берген садақасы. Алла садақа берген адамға өте риза болады. Тіпті оның қандай бір қателік жасаған болатын болса, сол қателігін ашуланып, Алла тағала Раббымыз оған ренжіген болса да, сол садақасының құрметіне оған ашуын басатындығы туралы айтылған. Бұл үлкен бір нығмет. Сонымен қоса азғантай өмірде Алла тағала біздерді шынайы мұсылман болуды бұйыртсын. Шынайы мұсылман болудың үлкен бір жолдарының бірі ол жомарт болу. Жомарттықтың ең үлкені осы парыз амалды орындау. Яғни зекетімізді беру. Қасиетті Құран кәрімде Астағфиру билла, «Аллазина ла юъминуна, аллазина ла юътуна заката, ва хум бил ахирати хум кафирун» деген мағынадағы аяттар келеді. Зекет бермейтін адамдар ла юътуна заката, ва хум бил ахирати, ақырет күніне деген сенімдері олардың өте жақсы, мықты болмағандықтан зекет бермейтіндігі туралы айтып отыр Алла тағала. Егер ақырет күніне шын сенген болатын болса, ақырет күніне нақты иланған адам болатын болса, онда ол міндетті түрде зекетін береді. Зекетті беру және ұстаздарымыздың бір дәрістерінде айтқандай, мынау жерге келетін апаттарды қайтарады. Мысалға, елге, жерге болатын табиғи апаттар бар ғой, сол табиғи апаттарды да қайтарады. Жер сілкінісі сияқты, су тасқыны сияқты, тағы да басқа қандай үлкен жаман апаттарды қайтаруына осы негізгі себептердің бірі осы зекет деп ұстазымыз дәрісте айтқан сөзі бар. Сондықтан кім зекет бермейді? Әлбетте ақырет күніне толық сенімі болмаған адам. Егер ақырет күнде есеп қисап болатындығын білсе, және де берілмеген зекеті хадистарда келгендей әртүрлі жылан, шаян боп адамды өзіне азаптайтындығы туралы айтқан хабарларға жүрегі сенген адам болатын болса, онда ол зекетті бермей қоюы мүмкін емес. Алла тағала жаратқан Раббымыз ең бірінші біз зекетті берген кезде өзімізді азаптан құтқару үшін, Алла тағаланың ренішіне, Алла тағаланың азабына қалмас үшін бірінші, Алланың разылығын алу үшін береміз. Бірінші орында біз өзіміз үшін. Және де Алла тағала Раббымыз біздерді, пайғамбарымыз айтқандай, жоғарғы қол төменгі қолдан абзал дегеніндей, біз Алла дүние берді де, сол дүниені беретіндей жағдайға жеткізгеніне қандай үлкен нығмет бұл, соған шүкіршілік. Я Аллахым, мені сұрайтын қылмағаныңа, пақыр қылмағаныңа шүкір, мені зекет беретін деңгейге жеткізгеніңе шүкір деп, шүкіршілік етіп, қуанып отырып беретін амал. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде ол зекетті өте көп айтқан, әсіресе намазбен бірге айтқан. Ва ақимус солата ва атуз зака деп, міндетті түрде намаз болған жерде, намазды бұйырған жерде Алла тағала зекетті де бірге бұйырып отырған. Мысалға үшін біз бәріміз жақсы білеміз, құрметті туысқандар, қазір жұма намазында тұрмыз дейік. Немесе түнгі тахаджуд намазын оқып тұрмыз дейік. Бірақ зекетімізді бермесек, адамдарға жақсылық жасамасақ, садақа бермесек, көмектеспесек, Алланың берген дүниесінен адамдарға жақсылық жасамасақ, онда Алла тағала оны көріп тұр ғой. Бұл негізі Алладан ұялатын өте бір айыптардың бірі болады. Алла тағала Раббымыз бізге үлкен тапсырмаларын берді. Ол не? Тақуалық қылыңдар. Я юхалладина аману тақулла. Ва иман келтіргендер, Құдайдан қорқыңдар. Соның бірі не? Тақуалықтың осы жағдайы бар адамдардың зекет беруі. Мүмкіншілігі бар адамдардың пітір садақа беруі. Қолдан келгенінше қиналып жүрген, қажет қылған адамдарға көмектесіп, жәрдем беріп жүру, бұл өте Алла ұнататын іс. Бұл тақуалардың ең жақсы көретін ісі. Алланың разылығын алатын, Алланы жақсы көретін адамдардың сүйіп жасайтын ісі. Біз Алла тағаланы шынайы сүюіміз қиын болады, егер біз өзімізге жақсы көрген жаңағы дүниені біз Алла жолында жұмсай алмайынша.
Мысалға, пайғамбарымызды сүю туралы хадис келген кезде не дейді? Сендер шынайы мұсылман бола алмайсыңдар. Егер де, мысалға, ла юъмину ахадукум деп келеді ғой, сендер шынайы мұсылман бола алмайсыңдар. Мені өздеріңнен, бала шағаларыңнан, мал дүниелеріңнен артық сүймейінше деп келетінсі. Біз сонда мал дүниені одан қараған кезде Алла тағаланың елшісін сүйетін болса, онда біз Алла тағаланың елшісін сүйгендігімізден де біз жаңағы мал дүниені пайғамбарымыз үйреткен тәртіп бойынша елдерге көмектесуге жұмсай аламыз. Ал біз жұмсай алмай жатсақ, онда біздің Алланың елшісін сүйе алмай жатқандығымыз. Онда біз Алла тағаланы сүйе алмай жатқан деген мағына шығады. Бұл қауіпті нәрсе негізі. Ақырет күніне сенген адамдар үшін бұл үлкен нәрсе. Біз оразада осындай бір дерт болатын болса, бір адамда, онда ол онымен қатты жұмыс жасау керек болатын амал. Біз енді тахаджуд намазын оқысақ та, тараух намазын оқысақ та, Құран оқысақ та, Алланы еске алып зікір айтсақ та, салауат айтсақ та, біз иншалла оның сауабын үміт етіп айтқанымыз жақсы, бірақ осы амалдар арқылы жүрегімізді аша көр. Алла тағала осы амалдар арқылы бізді осы жаман дерттен тазарта көр деп Алла тағаладан жан таласып тілеп, Алла тілегімізді қабыл етіп, сол нәрсеге көңілімізді ашатын болса, бұл ең бақыттың бақыты. Мысалға, сахабаларымыз пайғамбарымызды айтпағанда, пайғамбарымызды жақсы көрген сахабалар, Алланы жақсы көрген сахабалар, Абу Дарда радиаллаху анху өзінің тапқан күніге табысының 10-нан 9-ын Алла жолында садақа қылып беріп жібереді екен. Қандай керемет жомарттық. Не үшін? Алладан қорыққандықтан. Біз енді ондай деңгейде болмаған күннің өзінде Алланың берген дүниесі, Алла тағаланың берген дүниесінен қолымыздан келгенше Алла жолында жұмсап жүруді нәсіп. Әлләдина ябхалуна. Алла тағала Раббымыз қасиетті Құран кәрімде айтқандай, сараңдық қылған адамдар, адамдарға сараңдықты насихаттап жүрген адамдар, бұл Алла тағала Раббымыздың әлбетте өте ұнатпайтын адамдар. Алла тағала сараң болған адамдарды ұнатпайтындығы туралы өзі хабар беріп айтқан. Дүниені берген кім? Алла тағала. Ва фи амвалихим хаққул лиссаили вал махрум. Қасиетті Құран кәрімде айтқандай, олардың малдарында, дүниелерінде сұраған адамдар үшінде, сұрамаған адамдардың да хақысы бар дейді. Мысалға, біз бір адамды көрдік, арасында да жағдайы төмен. Жұмыс істейін десе денсаулығы жоқ, жалқаулықтан емес, бала шағасы бар. Тапқан табысы жетпей жатыр. Қиналғаннан сұрауы мүмкін. Мүмин мұсылман адам бет алды сұрай бермейді. Құдай тағаладан қорқады. Өйткені сұраған ол жақсы әдет емес негізі. Ол арлы адамның ісі емес негізі. Бірақ сұрамасқа амал жоқ болуы мүмкін. Біз көріп тұрмыз, танимыз, білеміз оны. Туысқанымыз болуы мүмкін, көршіміз болуы мүмкін. Сонда не істейміз? Оған біз жәрдем бере алмасақ, онда ол біздің иманымыздың әлі де дұрыс болмай жатқандығының дәлелі. Бұл Алла сүйетін адамның ісі емес. Егер сол уақытта біз қолымыздан келгенше соған көмектесіп жіберсек, одан кейін барып намаз оқып тұру деген қандай керемет. Одан кейін барып Құран оқып тұрсаңыз қандай керемет. Одан кейін барып Алланы еске алып зікір айтып тұрған қандай керемет. Алланы еске алып зікір ету дегеннің өзі де осы. Алла тағала Құранда айтты ғой, көмектесіңдер. Вала яхудду ала туамин мискин. Ана міскін жағдайы жоқ адамдарды тамақтандыру қызықтырмайды олар деп Алла тағала және де ұнатпай айтып отыр, ескертіп отыр. Сол уақытта біз соның Алла осылай айтты ғой деп сұрап келген адамға қолдан келгенше көмектесіп жіберсек. Немесе уәл махрум дегені сұрамаған адамдар, өзіміз білеміз, қиналып жүр. Кейбір иманы күшті адамдар болады. Олар сұрамайды мүлдем. Олар
Қандай қиын жағдай болып тұрса да сұрауға ұялады Алла тағаладан. Алла тағала мықты иман берсін сондай, иншалла. Ол адамдарға өзіміз апарып беру, ол бізге берген дүниенің Алла тағаланың алдындағы хақысы. Сондықтан Алла тағала жаратқан Раббымыз, иеміз, Тәңіріміз кім-кімдерге беру керек дегеннің өзінде біздерге баяндап айтып қойды. Иннамас садақату лил фуқараи, ол пақырларға. Уәл масакин, жаңағы пақыр деген кімдер деген кезде жұмыс істеуі мүмкін, бірақ жаңа бала шағасы көп болуы мүмкін, жетпей жатуы мүмкін, киіміне жетпей жатады, бірін алса біріне жетпей жатады, жалқаулық қылмайды, бірақ еңбек етеді, бірақ жаңағы зекет беретіндей деңгейде оның жағдайы жоқ. Ол жаңағы расында да толық жақсы өмір сүруге мүмкіншілігі жоқ болған адам. Ал мискин деген еш нәрсесі жоқ болған адам. Міне сондай адамдарға вәл алимина алейха, амилина алейха. Зекетті енді ол нәрсені қазір ғалымдарымыз ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақыттарында болған, әлбетте. Вәл амилина алейха. Бұл сол зекетте жұмыс зекет жинап алып, содан кейін барып елдерге соны жаңа беріп үлестіріп жүрген адамдар. Бұлар да алса болады. Одан кейін муаллафати қулубухум, жүректерін исламға тарту үшін, ана діндегі жоқ адамдар. Енді бұны Омар радиаллаху анхулардың кезінде жаңа біз ұстаздарымыздан естігеніміздей бұны жаңағындай тоқтатқан. Неге? Өйткені барлығы мұсылманшылыққа өткен, о кезде ол жаңа қысылтаяң уақыттар емес, әлбетте қысылтаяң уақыттарда адамдарды жақсылыққа тарту. Бірақ біз бұдан сабақ аламыз. Қандай? Мысалға үшін екі танитын адамымыз бар. Біреуі намаз оқиды, біреуі әлі намазға келе алмай жүр. Оларға зекетімізді апарып береміз, көмегімізді береміз. Не үшін? Жаңағы намазға көбірек келу үшін, ораза ұстатқызу үшін, Алланың жолында ізгі болып өмір сүргізу үшін, сол себепкер болу үшін біз көбірек ойлаймыз, көбірек қамтуға тырысамыз, иншалла. Өзі жағдайы жоқ адам, өзі жаңағындай бір мақсаттарды ойлап жүзеге асыратын болса, ол тіпті нұр үстіне нұр. وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Сонымен қоса тұтқыннан немесе құлдықтан азат етілген адамдарға, қарызға батқан адамдарға, Алла жолында жүрген адамдарға, осындай 8 түрлі адамға зекетті беруге Алла тағала Раббымыз өзі жөнін көрсеткен. Алла тағала жаратқан Раббымыз иншалла сондай біздерге көңілімізді ашсын, сол нәрсемен қуануды бұйыртсын, сол нәрсені жүзеге асырған кезде иншалла Алла тағаланың бұйрығын орындап жатырмыз деп иманымыз одан сайын өсіп, Алланы сүюді бұйыртсын иншалла. Әлбетте бұндағы мақсаттың барлығы біз ұлы құдіреті күшті Алла тағаланың разылығын алу. Одан үлкен бақыт жоқ, одан үлкен жетістік жоқ, одан үлкен нығмет жоқ. Сондықтан Алла тағаланың өзі берген дүние, Алла тағала әр пендеге белгілі бір деңгейде дүниені береді. Ярзуқу май яшау ва яқдир деп. Алла тағала қалағанынша рыздық несібені береді, қалағанына өлшеп береді Алла тағала Раббымыз. Сол дүние берген дүние Алланың бергені ғой. Енді осындай хақысы бар деп Алла тағала айтты ғой деп солай жомарттық қылу бәріміздің Алла тағаланың берген үлкен сыйы болуды нәсіп етсін иншалла. Біздің негізі Алла тағаладан қорқатын адам, ақырет күнінде есеп қисап беретінін білетін адам, онда ол Алла тағаланың алдында соған қатты көңіл бөледі. Қолынан келгенінше иншалла мен Алланың жолында сараңды қылып қоймайын. Мен Алла тағала Раббым жүрегімді сондай қылып ашсын, дүниеден биік болайын. Қолынан келгенінше бар дүниеммен адамдармен бөлісейін деп
Алла тағала Раббымыз соны нәсіп етсе екен деп тілейді. Егер Алла тағала соны жүрегіне салса, жомарттықты салса, ол оған қиын болмайды. Егер Алла тағала панасынан алып сараңдық қоятын болса, онда оған өте ауыр болады. Ол дүниені берген кезде бір жаны шығып кететіндей қатты қиналуы мүмкін. Ал Алла тағала жүрегіне сый ретінде жомарттықты салатын болса, ол оған ешқандай қиын емес. Жаңағы біз Абу Дарда радиаллаху анхуды мысалға келтіріп жатырмыз. Бүкіл сахабаларымыз сондай болған. Өзіне тіпті берілген, өзі мұқтаж болып тұрса да, өзіне келген дүниені ол өзі ұстамай, керісінше адамдарға таратып жіберуге талпынып тырысқан. Мысалға, бір затты алғысы келеді. Оның бағасы кәдімгідей баға болып тұрса, ол нәрсені одан да кішіректеуін алып, керісінше немесе ол нәрсеге сабыр сақтап, оның орнына өзі алмай, басқа біреулерге көмек болсын, басқа біреулер қуансын деп, соларға бергеннен көбірек қуанатын адамдар болады. Бұл оған сүйіктірек болады. Мысалға сахабаларымызды қарап отыратын болсақ, қандай керемет адамдар болған. Өзі бір өлкенің басшысы болған. Әмір деген жаңа сахабамыз. Омар радиаллаху анхудың кезінде. Сонда оған дүниені беріп жіберген кезде, сол дүниені алып, өздерінің әйтпесе жейтін тамағы жоқ. Өздерінің жаңағы киіп жүрген киімдері де басқа адамдардың киімдері сияқты қымбат ешқандай бір киім емес. Бірақ сондай болып тұрса да, келген дүниені, өзіне деп берген дүниенің өзін таң атқанға дейін таратқызып жіберген. Одан да ол қиналып тұрған адамдарға көмектесейік, Алла тағаланың жолында жұмсайық деген сияқты. Алла тағала көбірек осындай бір сенімді басымырақ қылса екен деп тілейміз біз Алла тағаладан. Алла тағала соны бұйыртса екен дейміз. Өйткені ол барлығымыз білетіндей, оның барлығы керек күнге келген кезде ең маңызды уақыттарда біздің жаңағы жомарттық қылғанымыз, біздің жаңағы берген зекетіміз, біздің берген садақаларымыз біздерге ол өте біздің қуанатын, біз үшін өте үлкен пайда сол болайын деп тұр. Сондықтан ақыретті ойлап, иншалла, Алла тағала Раббымыз біздерге өте үлкен жақсы тәлім тәрбиесін бұйыртсын. Мұны біз оразада көбірек тілейтініміз, егер біздің біреуіміздің бойымызда сондай бір дерт болатын болса, сол дертті ашса екен, Алла тағаланың берген дүниесінен бәрін болмаса да, белгілі бір деңгейде адамдарға көмектесіп жүретін болсақ екен, және де хадисі құдыста келгеніндей, оң қолды бергенді сол қол бермейтіндей, білмейтіндей деңгейде біз көмектесетін болсақ екен, деген сияқты бір жаңағындай Алла үшін ғана болатын болса екен осы ісіміз деген сияқты бір Алла тағаладан уайым тілеу, ол расында да Алланы жақсы көретін адам, расында да ақыретті ойлаған адам, шын мұсылман болған адамның көңіліндегі ең үлкен негізгі ойларының бірі болады. Сонымен қоса, я аyyuhalladina amanu la tubtilu sadaqatikum. Алла әдебін айтып жатыр. Ол Рабб, уа иман келтіргендер, біздерге қатысты, мұсылмандарға қатысты, иман келтіргендерге қатысты. La tubtilu sadaqatikum. Садақаларыңызды bil manni wal adha. Міндетсінумен, зиян шектірумен садақаларыңыздың қадірін кетіріп алмаңыздар. Сауабын кетіріп алмаңыздар деп Алла тағала Раббымыз біздерге сол зекетті берген кезде, садақа берген кезде соның тәртібін, жөнін үйретіп отыр. Мысалы, берген кезде міндетсініп беретін болса, немесе жаңағындай бір ауыр сөздер айтып беретін болса, онда ол Алла тағала ұнататын садақа болмайды. Алланың ризалығы үшін болған садақа деп есептелуі қиын. Өйткені Алла тағаланың ризалығы үшін берілген шынайы садақа, ол оң қол берілген садақаны хадисі құдыста келгеніндей, сол қолдың білмеуі дегені, яғни ол қолдан келгенше ешкім білмейтіндей қылып, жасырын қылып беруге әрекет жасайды. Мен мұсылман адам, жалпы, мынау Рамазан айынан тәлім тәрбие алған адам, және де жаңағы намаздан тәлім тәрбие алған адам, Құран оқудан тәлім тәрбие алған адам, жақсылығын
ана жаман әдеттерін қалай жасырған болатын болса, мысалы біз бір айыптарымыз болса қалай жасырамыз? Жақсы амалдарын да дәл солай жасырады. Тіпті одан да қаттырақ жасырады дейді. Сол нәрсе болуды Алла тағала Раббымыз, сол қасиеттің бойымызда болуын Алла тағала Раббымыз нәсіп етсін. Имандылығымыз мықты болсын бәрімізде. Бүгін мынау зекет туралы уағызда жайдан жай айтылған жоқ. Қолымыздан келгенінше енді иншалла қазіргі заманда ол туысқандарымыздың арасында, көршілеріміздің арасында ондай көмекті қажет қылатын адамдар бар. Біз осымен ислам дінінің насихаты күшейеді, осымен адамдардың жүрегі жұмсарады, осымен адамдар осы зекет беру арқылы, көмек беру арқылы, пітір садақа беру арқылы бір жағынан ислам дінінің одан да кең көлемде дамуына ең негізгі ықпал ететін істердің бірі. Сондықтан Алла тағала бір жағынан адамдарға көмектесу үшін, бір жағынан жаңағы ислам дінінің кең етек жаю үшін осы амалды парыз етті. Жағдайымыз келетін адамдардың баршасы иншалла көркем түрде қуанып жүріп осыған белсенділік қылып амал етуді бұйыртсын. Амин.